Аңнан іргелі шаңырақты, талай ұрпақ таралып жамырапты, еліме тұлға болған ағаларым, менің туған жерімнен тамырапты. Ұрпағы үлгі тұтып пір санаған, мақсұттай мақсат қуып жүр санадан, қадірменді атамыз Жылысбаев оңаша орын алып тұр санадан. Тарихта танымал боп аты қалған, мектепте атамыздың атын алған, ұстаз болып бастадым қадамымды, үмітпен арман таңы атып алдан. Абзал деп маған бекер ат қоймаған, ездік қылық таныту жат қоймаған, сенім артқан елімнің атанамның, үмітін ақтасам деп көп ойланам. Сан жылдық отарлаудан құтылып, тәуелсіздік ақтаңы жайнап атты, Нұрсұлтандай баласын халық сайлап, кең дала еміреніп жайраң қақты. Тас бұғаудан босанып есін жиып, рәміздермен атазаң қабылданды, ядролық қаруға да бөгет қойып, теңгесімен ұлттық қоры қалыптасты. Тілі мен дінін бермей өзгелерге, ата жұрттың сағынып елге қайтты, Астана көшіп келді арқа жақа, елбасы елорданы гүл жайнатты. Мәдени мұра етіп болашаққа, рухани жаңғыруды іске қосты. Қазақстан 2030 ұлы мұра, 30 ел қатарына қосылуға, білім ал, жұмыс жаса құр отырма, ұран салған кәсіп одақ ылғи алда, мәңгілік ел идеясын нық ұстанып, Тоқаев ұстанымы жас қолдау, 30 жыл тек ілгері алға басу, мақсаты мен міндеті әр қазақтың, қазағымның көк туы желбіресін, таңғалдырған әлемді барша жұртқа. Айта берсем жетістік өте үлкен, жеті тұғыр біз үшін сірә көркем. Денсаулық пен спортты алға тартқан, рухы биік жасампаз жасыл өлкен. Құрдасым туған күні құтты болсын, өмірлік ұстанымың биік болсын, тәуелсіздік байрағың төмен түспей, ұлы далам мәңгі болсын.